Құрметті оқырман, 1 сәуір күні әлем жұртшылығы құстар күнін атап өтеді. 1906 жылдың 1 сәуірінде құстарды қорғау туралы халықаралық конвенция қабылданған болатын. Қазір аталған құжатта әлем елдерінің барлығы дерлік қолдады. Жер бетінде 8600-ге жуық құстар түрі бар десек, біздің елімізде 500-дей түрі кездеседі екен. Ал жергілікті жерімізде қара торғай, сауысқан, көкек, қарғалар кездеседі. Жыл құстарын атайтын болсақ, аққу, қарлығаш, үйрек, шағала сияқты көптеген құстарды білеміз. Біздің халық ежелден аң құстарға әуес, оларға деген сүйіспеншілігін шексіз дәріптеп, ең жақсы адамдарды құсқа теңегені белгілі. Мысалы, саңлақ ұлдарын сұңқарға теңесе, төгіле ән шырқайтын әншісін бұлбұлға, ал ел үшін, отан үшін жанын қиятын батырларын қыранға, елден асқан сұлуын аққуға теңегені белгілі. Табиғатты аялайық, құстарға әрқашанда қамқор болайық. Сол кезде сирек кездесетін құстардың саны көп болады. Балалар, алыс жерден қиын да қатерлі жолдарды артта қалдырып, зорға жеткен құстарға көмек көрсетуіміз керек. Сендер ата-аналарыңызбен бірлесе отырып жасаған ұяны, жемсауды ағаштарға ілуіңіз керек. Бұл сіздің құстарға жасаған кішкентай көмегіңіз болсын.